Жақында Қайрат Әділгерей Қасқа жол YouTube арнасына берген сұхбатында Болат Назарбаевпен қарым-қатынастан алған әсерлері туралы айтып берді. Актер айтқан тұжырымдар нағыз аян болды. Біз сізге олармен танысуды ұсынамыз. Той дегенде мына сұраққа айналып келуіме тура келеді. Сұрамасам басқалар ренжиді. Болат Назарбаев сізге тойларын сеніп тапсырады. Ол сөзсіз жиі барасыз, ол кісі отырған тойларға да сізді әдейілеп шақыртатын болған. Көз көріп, көңілінен шыққаннан кейін сізден сұрау керек. Ол кісі қандай адам? Жалпы короли играют окружающий деген термин бар. Біз бәріміз ойлаймыз да, деп. Негізі кейде ойлаймын, ол кісінің бізден айырмашылығы ода просто байлық көп та. А былайынша сенен де менен де қарапайым. Адам обороняться етеді да. Өйткені ол кісіге келіп көмек сұрайтындар көп, жұмыс сұрайтындар көп. Ол егерде действительно бәрін допускать ететін болса, ты что? Күніне 100 000 адам келіп тұрады оған. А видимо, мне кажется, ол сөйтіп, оның қасындағылар сөйтіп оборонять ететін сияқты. Оны сондай қылып көрсетіп ше, қатыгез қылып. А мен действительно қасында болған кезде микрофон ұсынамын, кейде сөйлесеміз да, мысалы. Қарапайым ғой. Жеке отырып әңгімелесетін шығарсыз. Ондай әңгімелесіп бір жеке тет-а-тет отырған кезіміз болған жоқ, бірақ адамдармен бір дастарханда отырған кезде мен өзім де таңғалып қалғам. Біздер енді почему-то сырт көзге андай болып деп білмейміз ол адамды. А на самом деле сөйлесіп бір дастархандас болғанда уже басқаша взгляд болады ғой. Тойға ертеге болады дейді. Епертегелі болады. Бұл жақсы қасиет қой. Мен бір тойға барған кезде епертегелі болған. Тойдың иесі қақылдап звондап отыр. Бөкен келді, қайда жүрсіз деп. Мен айтам, сіз нешеге шақырдыңыз? 5-ке. Тез бастайық дейді. Барсам, ешкім жоқ қой. Басталмайды ғой енді. Не деп бастайсың? Ол кісі отырды, тамағын ішті. Никого он не напрягал. Бастасаңдар ше деген аузынан сөз шыққан жоқ. Просто айналасындағылар қипақтап кетеді. Бастау керек, деп ше. Айналасындағылар сөйтіп көрсеткеннен кейін, ар жақта жүрген адамдар оны көрмей, айналасындағы адамдарға қарап, баға беріп отады да. Сондай. Ол отырып, 7:30-да бастаған кезде, 2 сағат жарым отырып, батасын беріп, ашты да, содан кетіп қалды. Сіз ол кісіден көмек сұрауға ешқандай мұқтаж емессіз. Сізге жетеді. Жетеді. Осылайша Қайрат Әділгерей бізбен қызықтармен бөлісті. Жазылыңыздар, қоңыраумен лайк басыңыздар. Содан кейін біз сізді қызықты фактілермен, адамдармен таныстырамыз.